Düзел, тік тұр. Саламатсыздар ма оқушылар? Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту. Оқу мақсаты қимыл қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға дайынбыз ба? Сап, düзел, тік тұр, оңға бұрыл. Саппен бір қалыпты жаймен жүреміз. Ара ашық сақтай отырып, қолымыз жоғарда, аяқтың ұшымен жүреміз. Қолымызды түзу ұстаймыз, денемізді түзу ұстаймыз. Kızlar toktaymış, şimdi yıkağımız. Birinci жаттығуымыз, қолымыз белімізге, аяғымыз еттен кейінге ашып, басымызды оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келе жаттығуымыз қолымыз иығымызда, алға 2 рет, артқа 2 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз, қолымыз белімізде, белімізді оңға 4 рет, солға 4 рет. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз, оң қолымыз белімізде, сол қолымыз жоғарыда. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз, қолымыз тіземізде, тіземіз ашылады, ішке 4 рет, сыртқа 4 рет. Айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз, аяғымызды қосамыз, оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жеткілікті. Келесі жаттығуымыз, оң аяққа отырамыз. Оң аяғымызға отырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз, ұлдар 10 рет отжимание, қыздар 10 рет упражнение жасаймыз.
жатырған допты қолымыз басымыздың тұсында ұшып келе жатырған допты алған кезде дұрыс қозғалуымыз керек. Ол жоғарыдан алу кезде. Енді төменнен алған кезде қолымыз бір үсті, алақанымыз бірінің үстіне бірі салынған, қолымыз дұрыс ұсталады және алдына ұшып келе жатырған допты дұрыс қабылдауымыз керек. Енді осыны қазір сіздерге көрсететін болар. Сынып түзен, тік тұр, бірінші екіншіге саған ал. Біріншілер бір қадам алға бас. Оңға бұрыл. Біріншілер допты алып, қазір жаттығуларыңызды қайталауға жүре қойыңыздар. Оңмен алға бас. Бірінші екіншілер жүреміз. Екіншілер жақтына, біріншілерді артынан қоймаңыздар. Қазір біріншілер қолыңыздар допқа ойыншылар. Артына екінші қатарға тұрамыз. Қазір сіздерге маған қарап тұрыңыздар, допты қалай соғу керек екенін көрсетейін. Допты жоғарыдан алу. Қазір біз осыны жарға соғып қайталаймыз. Мен сіздерге ысқырған кезде сіздер бастайсыздар. Түсінікті ғой? Аяғымыз бәрін дұрыстап тұрамыз. Аяғымыз ашық тұрады. Жақын тұрамыз, соғамыз. Аяғымыз ашық, өте жақсы, өте жақсы. Өте жақсы. Доп бас жағымыз. Аяғымыз ашық тұрады. Аяғымызды ашық ұстаймыз. Біріншілер жаттығуды аяқтаймыз, екіншілерге допты береміз, екіншілер бастай болсын. Анағы көрсетілмей, аяғымыз ашық, қолымыз басымыздың тұсында қалыппен допты соғып бастаймыз. Ұстаған кезде деңгейде, бас деңгейде. Өте алшақтан соқпаңыздар. Допты айттым, оқушылар. Жақын ұстаңыздар, жақын. Өте алыстамаңыздар. Алыста. Аяғын ашық, аяғын ашық. Биік соғамыз. Соғамыз. Кішкене тезірек соғамыз ба? Жаттығуды аяқтаймыз. Біріншілер допты алсын. Бірінші. Келесі енді бағана көрсеткен жаттығуымызды бәріміз жарға атылған кезде төменнен алып аламыз. Төменнен жарға соғамыз. Асықпаңыздар, аяғымыз ашық. Асықпа. Жаттығуды аяқтаймыз. Допты екіншілерге береміз. Екіншілер бастаймыз. Асықпаймыз. Қолымызды
Бәріңіз бері қарап тұра қойыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аю ойыны кезінде допты жоғарыдан және төменнен алу сіздерге түсінікті болды ма? Бүгінгі сабағымызды бас бармақпен бағалайтын боламыз. Сіздер өздеріңізді қаншалықты түсінгендеріңізді өте жақсы және төмендеп осылай бағалайсыздар. Қазір өздеріңіз осы сабақты қалай түсінгендеріңізді бағаласаңыздар. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Өздеріңізді қалай бағалайсыздар? Бәріміз көрсетеді. Өте жақсы оқушылар. Сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, онда сабақ